Бәріңе сәлем! Сіздермен бірге Кубик арнасы Митя, Мотя, Леопольд. Сонымен қатар Бассыз Локи! енді оның басы көрмейді ғой, сол үшін бассыз Локи. Бүгін сіздермен біз қазір жұмбақ челлендж ұйымдастырамыз. Әрине бассыз Локи бастайды бізге. Ережесі былай болмақ. Бізге ол жұмбақ жасырады. Біз оның жауабын таппасақ егер, мына тұрған васабиді жейтін боламыз. Мына жерде судар дайын негізі. Адай барабанный отрывок десе. Дәрәрим. Так, олай болса бастаймыз. Кімнен бастаймыз бірінші? Сіз қоясыз ортақ сұрақ. Кім біледі, сол айтады, болмаса, оң жақ сол жақтан бастай береміз. Окей, онда кеттік. Бірінші сұрақ. Жабық көзбен нені көруге болады? Қараңғыны. Жабық көзбен нені көруге болады? Так, мен ашкемен ғана көремін негізі. Дариға? Жабық көзбен қараңғы негізі. Түсіруге бола ма? Дұрыс жауап. Давайте. Екеуміз жейміз ба не? Так, Айнура мен Еркебұлан васабиден. Мен жауап шын білмедім ғой. Кәдімгі деген. Иісі аш бірдеңе жатқанда чеснок сасып отыр ма? Алсаш кішкене. О, все, нормально. Давай, камера. Дым болмайтын сияқты ғой? Все. Нормально болады. Асқосаңдар. Сен не бірге. Давай. Леопольд бастасын бірінші. Жоқ, бірге басыңыздар. Все. Все. Давайте. Бай. Ой, ё-ма! Су бар ма? Әлі ішпей тұра тұрам ғой бізде. Бір, нөл. Бірақ, андай дәрі сияқты қып ішпесаң болады екен. Болады. Солар ұмыт қалмасын, әлі жата көп жегізетін сияқты ғой. Дәмі әлі кетпей тұршы бірақ. Чесноктың деп шығады. Чеснок айтып отыр ғой иісі. Көңіл күйлері қалай? Сразу алып жұта салу керек пе негізі. Суды одан кейін. Мен салып кетіп қайта салу керек. Сен аузыңа салып жан-жаққа бәрін дейді. Кәді далада жүрсең чеснок сашы дейсің, айдалада. Ұрып тұр дейсің, иісі. Все, давай, екіншісі. Все. Екінші сұрақ. Тауық өзін құс деп айта ала ма? Тауық өзін құспын деп айта ала ма? Жоқ. Неге? Потому что сөйлемейді. Дұрыс. Нет. Бәрінің жауабын тыңдап тұр. Жоқ. Кім бірінші болып айтып үлгереді? Айтады, болмаса по очереди кетеді. Кім бірінші айтады, соған байланысты ғой, өзіне зона не риска жасап алады ғой. Давай. Давайте. Мен дейін көз алма ол деген ұшпайды, қанаты бар ол құстыр кәдімгі. Айтпа, ойлап атса. Дариғаның миына былай жетіп отыр, оны кәдімгі түрі. Жететін шығар маған. Дариға дұрыс ал, анау не? Сенің бағанмаған кішкентай болған. Қампезер. Все, бастайық. Бассыз Локимізді түсіндетіп қоймады ғой. Ай, басың бар. Болды, давайте. Обратно айтыр, кер санаң көрді деп па? Астырын демді olsun. Сіздермен бол. Бір, екі, үш. Соғыстырған кез рас жемей ма да? Опыты бар дейсің ғой. Леопольд. Что оны? Ё-ма. Сен бүйткен соң бүйтіп аузыңа өткізіп бар жеген. Өстігін өзіме айтып отырсың ғой? Әрине. Сәлемай. Давай. Ал енді келесі. Именно соның жүріп өткен жерлері бір із қалып қала ма, бір қышқыл. Айнурада бір ұпай, Дариғада бір ұпай. 0. Леопольдтан 0. Бak көреміз. Әлі бар. Давайте, қалай еді бағасы?
Давайте жить дружно. Давай. Үшінші сұрақ. Жаңбырдың кезінде кімнің шашы суланбайды? Жаңбырдың кезінде кімнің Котовскийдің басы суланбайды. Тоқырбастың басы суланбайды. Сол Котовскийдің мен орысшасын қазақшасын айттым. Давай барабан өдіріп болсын. Көп алып қойдым мен что-то. Дайындалғаншы. Су бар ма десе? Бар жерде. Ана жерде тағы бар еді ғой. Андайға тамақ беріп жеп жатыр. Уже иракқа сияқты. Общий количество сұрақ болады? 7. Неге оны емес? Білмеймін, қазір көреміз. Тапқан 7 десе. Давай. 7 ме? 7. Сен бар. Уже үйреніп қалған. 2-0. Бас. Келесі сұрақ. Ешінші сұрақ, төртінші сұрақ, уже? Келесі сұрақ. Арасында екі тас, 4 аяқ пен жалғыз бас. Не ол? Тасбақа. Сұрақтарды алдын-ала көрген бар ғой негізі. Жоқ енді тас, 4 аяқ, бір бас болды, тасбақа болды. Ал жей қойыңдар, астырыңнан болсын. Блин, көтере алмайтсам. Үйге барып отравление болып отыр. Қызықтың бәрі үйде бастады. Анда басталады десе бұның бәрі. Жаңа айтты ғой, қызықтың бәрі әлі алда деп сол ғой. Давай, алып қойық. Алып қойық соң құрметіне. Чупқа батса дейші. Атя. Алды тұспалдан ал. Жеді, қолындасын жауап. Ой. Аңызымен өтіп отыр. Тілдің ұшында ұстаған жаман екен. Ағашты болып кетеді екен. Арақ шыққан андай болды. Еще да көзін жұмады. Закуска сияқты қылып дейсі ғой. Жарайды, онда жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Ұрғашы кенгуру қандай жағдайда қатты ашуланады? Не, баласы бұтынан шығып қалған кезде. Бір жағынан қызықшы. Бір жағынан асқазаныма жаным ашып жатыр. Иә. Мен уже қаншасы жүрет жеп отырмын. Айтайын ба, қанша сұрақ болды сонша рет жеп жатыр. 5-ші сұрақ болды ма дағы? Иә. 5-ші рет жеп жатыр. Болмайды да, ерге болған де. Еще ана эмоциясыз жейма, үйрен қалған ма? Точно. Давай, артынан ұрып жүр. Мен бар ғой негізі ауызда ұстап барып ішу керек екен. Мына жерім резко аш кетін өрдіңе болып қалды. Мына жұта салып едім осы. Дың қалай кетті? Ема, су ішіп жеткен. Аузына шығып кетейін деп olsun бәрі. Іштегі су ішетін бида жабылып жатқан шығар ем болсын. Бассыз Локи маған су бересің ба? Бұл реклама емес, реклама. Рахмет. Жалғыздан дейсің. Цензуралармен де. Еще бет жабылып реклама емес деп еще атын айта ма сөйлемей ма деп. Сол жер негізі әзіл деп бар. Неге басқызады деп бар. Не, бірінші частан бастап уже рекламаға бихат етіп отыр. Айтшы. Давай әндер. Най болсаңдар келесі сұрақ. Жүзе алмайтын адам суға түскенде қалай шығады? Мен жауабын білем. Айтайын ба? Потому что қарап аласың, иә? Жоқ, қарап алмайсың, ну вообще логично. Батат. Қалай жүзеді или қалай шығады? Қалай шығады? Шығады. Айтайын ба? Ай. Су зуырып шығады.
болмайды, басқа сұрақ айтасыз. В смысле? Бұл айтты ғой, мен білем жауабын деді ғой сразу. Онда біз білетінді де ғой. Бағана сенде тасбақан тез тапты ғой, Мен оны оқымаған жіберек ғой. болды. жауап қанатсын алтын белгісі қайнар. Давай. Кішкене молдырақ десеңдерші, андай. Сізбен бір сабақ. Мәңіз. Түрі самысқа шекіледі кейде. Әрине. Бүйтіп қарақайын. Әнді өзінше добрый болып тұрған. Маскасы кейінгі выпустарда шешіледі десей. Иә. Онда бүйтейік, если сұрақты мен білетін болсам, басқа сұрақ қоя бер онда, сөйтейік. Сендерге обидно болмас үшін. Маған обидно емес. Маған да, мен жеп отырмын. Мен жеп отырмын де. Керек алып деді ғой. Давай. Ыстықта кетті мен. Шын айтам, ыстықта отырмын жауап. Енді екі жақта екі қыз мынандай. Білек кеткен соны. Окей, соңғы сұрақ. Ең оңай сұрақ. Айлардың ең ұзыны қайсысы? Сен білесің еді? Жоқ. Ерке, давай, брат. Айлардың ең ұзыны. Ең ұзын ай. Желтоқсан. Бүкіл ай бірдей шығар? Жоқ. Күндізбеде ма? Жоқ. Бүкіл ай бірдей шығар? Жоқ. Егер жауабын айтсам үшеуін не дейсіңдер. Жоқ, айтпай қой өзіміз Қазір табамыз. саламыз. Жоқ, уақыт бар ма? Кәдімгі календарда емес, иә? Білмеймін. Жоқ, сен бағана жоқ деп қойдың. Айлардың нәрсе ең ғой. ұзыны, иә? Иә. Жақта жазып тұрмын. Ай. Қарай отыз кеткен бір şey. Толған айды. Желтоқсанды айттың, 9 әріп. Желтоқсан емес пе? Ол емес. Жоқ. Мен де Мен оны бағана айттым. қыркүйек емес, иә? Қыркүйек аз желтоқсаннан. Айлардың ең ұзыны, иә? Толы ғой. Білмеймін, сіз қараңыз. Қазан? Ең ұзыны. Андай күндері көп дейін десең. Подсказка беріп жатсың ба? Сонымен жауаптарын. Ойланбай тоқтатыр. Подсказында камераға алдына кіріп шығып көрсету керек еді, бассыз кейіппен. Иә, Иә. дәрттенен кейін. Сонымен давай бір жауаптан. Айнұра. Өзім жолымды Мотяға берейін. Әйтеуір. Жоқ. Ерке мамыз. Так. 50-50 дейді жоқ па? Досыңа қоңырау шалу дегендер дейсің. Давай, бәрекат. Жоқ, мә. Давай, любой бір жауап айтсаң да. Желтоқсан. Қаңтар. Ақпан десе. Желтоқсан или толғай? Мен сөйтіп ойлаймын. Толған ай. Толғай деген. Ну, полная луна дегенді қалай айтады? Жоқ, екеуі біреуін таңдайды. Желтоқсан. Окей. Рамазан айы емес, иә? Қатысы жоқ дейсің. Давай, бәрекат, давай. Давай беске дейін санаймыз. Тоқтатыңдаршы, айларды. Сен қолыңды кіргізсей, қолыңды кіргізсей, сосын сана. 1, 2, 3, 4, 5. Давай бір жауаптан. Ерке оң. 3, Любой жауап айтасыңдар, бірсін бәрі жүрсіңдер. 2, Ең ұзына. Ақпан десе. Все, жауап жоқ деп есептейміз. Иә, жоқ жауап. Жоқ па, желтоқсан дұрыс. Шын ба? Иә. Болмайды ғой, айтып қойғаны желтоқсан деп.
Локи айттық қой желтоқсан. Мен айттым, ең бірінші айтқан мен болам негізі. Сосын бағаның сөз мен де айттым ғой желтоқсан или қыркүйек болмайды. Прям өтіп Астарыңдан болсын. Сосын айттым бірдеңе айта салыңдар дедім ғой екеуіңе де. Давайте. Приятного аппетита. Локи. Ай-яй-яй-яй-яй. Тасың бар екен Локи. Бірінші жейді, сосын ішеді. Вообще-то. Че сен желтоқсан деп хотя бы Қазақстан болады жейді. Жеп отыр өйтіп. Келесіне де Сосын үйім отқан сияқты болады. Еркебұланның несін қою керек сияқты ғой, бір разбираться ететін бірдеңе. Логикаға нашар ма дейді. Нашармын ғой. Еркебұлан, лично саған сұрақ. Сколько сен жауап бересің егер дұрыс жауап берсең екеуі жейді. Да. Давай ма? Давай деймін. Хотя бы алла бірдеңе болсын де. Бонус. Жеген сайын ащы болатын нәрсе. Васаби. Васаби ғой. Сызылып мен Еркебұлан қоғым дейді. Жоқ, васаби емес. Жеген сайын ащы бола беретін. Мен білемін ба, айтайын ба? Біз білетін бәрін. Жоқ, ана логично ойлайыншы. Сен жейін сайын сен ашты да ғой, андай же. 8. Не болады осында? 5. 4. Аш тамақ емес негізі. Жеген сайын ашты да. 2. Жеген сайын ашты болады. Мен айтам жауап сіз неге жейсіңдер, иә? Давай, жемінші. Жоқ, бірінші айтыңдар. Жоқ, Еркебұлан өзі жейді дейші. Мен жеймін ба? Мен жемеймін ба? Дариға жауап. Таяқ. Дұрыс. Таяқ жеген сайын ашты. Таяқ жемеймін ғой, значит. Только васаби дейсің. Асын дәмді болсын. Болтынан жауап салайықшы ол. Қысқы кетеді. Қысқы кетті. Сонда да жеп отыр ма? Еще былай жейма. Просто сразу кетсең ішіңге. Лучше аузыңды не істеп Ма, бүйттім ғой, бүйтіп бардым. Сразу орнына іштім ғой. Солай ашты болды негізі. Бүгін видеоның қорытындысы бойынша жеңген адам астына жазды. Пока әлі ешкім білмейді деп астына жазып отыр. Дариға жеңді ғой, ясное дело. Ол Второе енді, место иә. менікі. Үшінші. Біріншінің кім екені белгісіз болсам да, соңғының кім екені дейді. Әдемі цитата негізі. Душа волка. Негізі, всегда бірінші бастаған немесе соңында қалған есте қалады дейді ғой. Все, жарайды достар. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Иә, тіркеле кетіңдер біздің каналға. Колокольчик тұра ма? Қалай еді? Айтады ғой. Уведомление қосып қояды. Иә, сонда қойыңдар біз. Қоңырауды қосып қойыңыздар біздегі. Бізді ұмытпаңыздар деп. Және де лайк күтеміз, просмотр. Ал енді негізді айтыңыз өзіңіздің бір күштісі. Бізді көретін көрермен көп болсын, көрермейтін көрермен. Бізді көретіндер көп болсын, көрермейтін. Баса мүмкін әлі бәрден. Бізді көретін көрермен көп болсын, көрермейтіндер жоқ болсын. Бізді көретіндер көп болсын, көретіндер Жоқ болсын! Болсын, басын айт. Астадан ауырады.